2025 жылы ақпан айында квалтестте келген есеп трапецияның ауданын табу керек, және АД және БЦ қабырғалары тең. Іште шеңбер сызылған, сол шеңбердің центрінен С және Б төбесіне дейінгі арақашықтықтар берілген. Ең алдымен трапецияның ауданының формуласын жазайық. Ол бізде S тең А плюс Б бөлінген 2 көбейтілген H. Бұл жерде А мен Б дегеніміз 2 табаны, ал H дегеніміз биіктік. Енді осы есепті шешу кезінде кейбір теоремалар мен ақпараттарды қолданамыз, ал оны дәлелдеуді өздеріңіз қарастырсаңыздар болады. Себебі бізде уақыт тығыз. Ең бірінші, егер трапецияға іште шеңбер сызылса, онда сол шеңбердің радиусы биіктігінен 2 есе кіші болады, ал керісінше биіктігі радиустан 2 есе үлкен. Демек H бізде 2R тең. Енді біз 8 сыныптан білеміз, бұрыш Б мен бұрыш С-ның қосындысы бізде 180 градус. Ал енді қараңыздар, БО мен СУО бисектриса. Бұны да дәлелдеу қиын емес. Демек бисектриса болса, мынау бізде альфа, мынау да альфа болады. Мынау бетта болса, мынау да бетта. Енді мынаған сәйкес орнына қоятын болсақ, 2 альфа қосылған 2 бетта бізде 180 градус. 2-ге бөліп тастасақ, альфа қосылған бетта бізде 90 градусқа тең. Демек, мына бұрыш пен мына бұрыштың қосындысы 90 болса, онда 180-нен 90 азайтамыз. Мына бұрыш міндетті түрде 90 градус болады. Демек, бұдан шығатын қорытынды СОБ 3 бұрышы бізде тік бұрышты 3 бұрыш. Енді бізге радиус жүргізу керек. Радиусты біз былай жүргізсек, ол радиус мынау БЦ жанамамен міндетті түрде тік бұрыш жасайды. Ол да 7 сыныптан белгілі. Енді бұны біз К деп белгілесек, ОК дегеніміз бізде кіші радиус. Ал енді бұл ОК дегеніміз әрі радиус болады, және тікбұрыш үшбұрыштың гипотенузасына түсірілген биіктік болады. Ал ол биіктікті табу формуласы өте оңай. 2 катетті көбейтіп гипотенузаға бөлеміз. Бұл формуланы дәлелдеуде өте оңай, 2 ауданды бір-біріне теңестіре саламыз. Енді бізге ВЦ-ны табу керек, Пифагор теоремасын таба саламыз. ВЦ дегеніміз түбір астында 2-ның квадраты қосылған 3-дің квадраты, түбір астында 13 болады. Енді орнына қойсақ, бір катеті 2, екінші катеті 3, бөлінген гипотенуза бізде түбір астында 13. Демек, 6 бөлінген түбір астында 13 болды.